Қымбатты достар, егер біздің аудио кітаптар ұнаса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Осылайша бұл аудио кітаптарды көбірек тыңдарман тыңдай алады. Рахмет. Омар ибн ан-Нұман патшаның баласы шахмат ойынына қалай едің деді. Шархан оған, сен әлгі ақын айтқандай болып жүрме. Құштар көңіл бірде үйіріліп бірде босап жатады, балдай тәтті махаббатым аңқамды әбден басады. Ғашығыма шахмат бер, меніменен ойнасын, ағы болсын, қара болсын көңілі, оның тоймасын. Король барып тұрған сынды ладьяның орнына Ферзаменен алысардай, ол байғұсты қор қылма. Егер оның ойлағанын оқыр болсан көзінен, ол достарын арбауменен өлтірмекші тезінен. Содан кейін шахматты жайып жіберіп екеуі ойнауға кірісті. Қыздың жүрісін аңдып отырудан гөрі, жігітіміз екі көзін қыздың өзінен айырмады. Әрберден соң шахматтағы аттың орны мен пілдің орнын ауыстырып алды. Қыз мұны көргенде шек-сілесі қатқанша күлді. Ақырында, мына жүрісіңе қарағанда, шахмат дегеннің иісі мұрныңа бармайтының өзсің ой деді. Бұл бірінші ойын, сондықтан есепке алынбайды деді Шархан. Қыз бұл ойында ұтып кетті. Қайтадан қойып екінші ойынға кірісті. Жігітіміз бұл жолы да ұтылды. Қысқасы 5 қайтара ойнаған шахматтан Шархан бірде бірін ұта алмады. Сонда қыз тұрып, жігітім барлық жағынан ұтылдым деп есептей бер. Аяулы бикеш, сізбен ойнаған тірі пенденің ұтылмай қалмайтыны жоқ шығар. Қыз ауқат әкелуге бұйырды. Тамақтанып алған соң қолдарын жуып шарапқа кірісті. Біраз ішіп көңілдері көтерілген соң қыз канонды қолына алды. Оны жасынан тым тәуір ойнайтын. Сазына келтіріп алып былай деді. Бұл тағдырың шыркөбелек айналдырып барады. Бірде итеріп, бірде тартып бауырын алады. Іште жей бер танытқанда тағдыр саған оң қабақ, енді қайтып айырылмайды. Қайтесің сен жол қарап. Осылайша күн батып қас қарайғанша отырды. Бүгінгі күнді кешегіден тәуір өткізген сияқты. Көп ұзамай қыз жатуға кетті. Жігітіміз отырған жерінде канизактардың арасында қалды. Біраздан соң қалғып мүлгіп отырып сол жерден қозғалмастан ұйқыға кетті. Кешегі салтымен ертеңіне канизактар сырнайлатып, кернейлетіп жігіт жатқан жерге келді. Шархан басын көтеріп отырды. Канизактар қолпаштап жан-жағынан қолтықтай қызға келді. Қыз кешегідей орнынан тұрып қарсы алып қолынан жетектеп жанына отырғызды. Жайлы жатып, жақсы тұрдыңыз ба деп сұрап жатты. Шархан да қызға рахмет айтып, ұзақ та бақытты өмір тіледі. Қыз осы кезде лютнаны қолына алып, асықпа сен, қош айтысып кетем деп, удай ашы қайғы мұңлы жетер, дер. Алау күннің сәулесі де жатарда, зардап шегер сап-сары боп батарда. Бұлар осылай отырғанда кенет сырттан дабырласқан үн шалынды. Ұзамай бірін-бірі итермелеп қылыштары жаландаған бір топ сарбаз кіріп келді. Бәрі де рум тілінде қолға бір түстің ау, сен жауыз. Енді өлдім дей бер, Шархан деді шулдасып. Шархан, құдай біледі зұлым қыз қулығын әбден асырды. Мына жауынгерлері келгенше мені алдаусыратып уақыт өткізгендегісі екен ғой. Енді мені жан алқымға алып тұрғаны мынау. Шынтуайтқа келгенде бұл ажал торына өзім келіп түстім деді ішінен. Осы оймен қызға кінәлай қарап еді. Қыздың түсі өзгеріп қаны қашып орнынан атып тұрып, сендерді мұнда кім шақырды деді жекіріп. Бұларды басқарып келген сардары, уа, асыл текті патшайым, бүкіл жаһанның жауһары, сен мына жаныңда отырған адамның кім екенін осы уақытқа дейін білмейсің бе? Деді. Оны қайдан білейін? Бұрын соңды көрген адам емес. Бұл кім екен сондай-ақ? Бұл талай шаһарды талқандап, талай мықтылардың қанын ішкен, кәдімгі Омар ибн ан-Нұғманның баласы Шархан дегеніңіз осы. Ең қиын деген бекіністерді түгелдей басып алды. Соның бәрі өзіңіздің әкеңіз Хардуба патшаға әлдеқашан жетті. Айтып барған кәдімгі өзіңіз білетін заты ад-Давахи кемпір. Оның сөзіне әкеңіздің кәміл сенетінін білесіз. Міне қазір осы қанқұйлы жолбарысты қолға түсіруге Рум армиясына көмектесіп отырған тек өзіңіз ғана. Сардардан мына сөзді естігенде қыз оған қадала қарады да, осы сенің атың кім деді.
Менің атым Масура, өзіңіздің құлыңыз Мауаура ибн Кашарданың баласымын. Сардарлардың ішіндегі сардарымын, солай-ақ бола ғой. Ал менің үстіме рұқсатсыз қалай кіріп жүрсің? Құзырыңызға мәлім патшайым, деді сардар. Мен есік алдына келгенде қарауылдарда, қақпашыларда, дәйекшілер де бірде-бірі қарсы келген жоқ. Қайта бәрі де бізді бастап әкелді. Ал бізден басқа біреулер болса, әрине, оларды сыртта қалдырып алдымен сізге келіп хабар берер еді. Рұқсат сұрар еді. Қысқасы, қазір бөгде әңгімеге уақыт жоқ. Патша күтіп отыр. Ол мына ислам әскерінің құдіретіндей жанында отырған патшаны әкелуге жіберді. Мұның көзін жойсақ, ислам әскерлері өзінен өзі шегініп атамекеніне қайтады. Біз де басымыз аман, бауырымыз бүтін шығынға ұшырамай аман қаламыз. Мына сөздерімнің төркіні нашар. Өздеріңді зат ад-Давахи әбден алдаған екен. Бұл адамның кім екенін ол мүлде білмейді. Аруақ атаулының бәрінің атымен ант етуге даярмын. Бізге келген адам Шарқан да емес, және қолға түскен тұтқын да емес. Жай ғана қонаққа келген адам. Жау да емес, патша да емес. Немене, біздің өз еркімізше қонақ қабылдауға қақымыз жоқ па еді? Егер мұның Шарқан екеніне көзіміз жеткен күнде де ол менің көмегіме зар болмаса керек. Қанша дегенмен патша басымен қыз қырқынның ортасында отыруға оның намысы жібермес еді. Мені мейманымның алдында өтірікші етіп, жұрт алдында абыройымды төкпеңдер. Сен қазір патшаға, менің әкеме барда аяғына жығылып, ана кемпірдің айтқаны өтірік екенде. Әбриза, айналайын, мен патшаның алдына бақталасын алмай, бұл жерден кетпеймін, деді Масура. Сен байғұсқа не болған? Жаңағы мен айтқанды айтып бар, сені ешкім айыптамайды, деді қыз ашу шақырып. Мұныңызға көнбеймін. Тек мынаны ертіп әкетем. Әбризаның кенет түсі бұзылып сала берді. Өйтіп бетіңе лағуды доғар. Төтесін айтқанда бұл адам бір өзі 100 адамға төтеп берерлік күшіне сенгендіктен осында отыр. Оған менің күмәнім жоқ. Егер сенің атың Шарқан, Омар ибн ан-Нуман патшаның баласың десем, ерегесіп соның өзімін деп салуы да мүмкін. Бірақ мен мұны сендердің талауларыңа бермеймін. Егер өздерің қол көтере бастасаңдар, осы жерде тұрғандарыңның бірде бірінің аман қалмайтындарыңа мен кепіл. Өйткені бұл нағыз жау жүріктің өзі. Қазір қылыш семсерін қолына берем. Сосын сөйлесіп көріңдер. Сіздің ашуыңыздан есебін тауып құтылармын. Ал енді әкеңіздің қаһарынан құтылам деп айта алмаймын. Сондықтан Шарқанды көрісімен батырларыма белгі берем, лап қояды да аяқ қолын байлап патшаның алдынан бірақ шығарады. Мұны сөйтіп масқара етеміз. Ол енді бола қоймас, деді Әбриза зілді үнмен. Ақмақтықтың да шегі бар. Бұл небәрі бір-ақ адам, сендер болсаңдар 100-ден асасыңдар. Шынымен ерліктерің тасып бара жатса біртіндеп жекпе-жекке шығыңдар. Сонда кім екендеріне патшаның көзі жетсін. Әңгіме осы тұсқа келгенде таң да атты, бұлар да ұйқыға кетті. Алдияр патшам. Сардарға патшаның қызы Әбриза, сендер 100-ден асасыңдар, бұл жалғыз. Шынымен ерліктерің тасып бара жатса біртіндеп жекпе-жекке шығыңдар, сонда кім екендерің анық көрінеді. Қайсысыңның жау жүрек екендеріне патшаның көзі жетсін, деді. Бұған көнуге ант ішем. Мынауың нағыз әділ сөз. Бірақ бұған қарсы менен бұрын шығатын біреуі бола қояр ма екен, деді Масура. Онда сабыр ет, алдымен өзім онымен сөйлесейін. Сендердің ойларыңды, келген мақсаттарыңды баяндайын. Оған не жауап берер екен байқайын. Сендердің талаптарыңа көнсе көнді. Оны көрерміз. Көнбеген күнде мына менен бастап осындағы барлық канизактар соның бодауына кетуге даярмыз, деді Әбриза. Қыз Шарқанға келіп бәрін айтты. Бұл туралы патша алдында да, жұрттың алдында да қыз кінәлі емес екеніне көзі жетіп риза болды. Хабарды таратушы басқа екеніне көзі анық жетті. Қызға бұл тарапынан тырнақтай өкпесі жоқ. Рум еліне жорықты бастаған өзіме обал жоқ, деді ішінен өзін өзі кінәлап. Қыз сөзін тыңдап болған соң Шарқан,
жекпе-жекке шығуға бұлардың шамасы келіп жүректері дауаламайды. Сондықтан әр шыққанда маған 10 адамнан шықсын. Сол шама дұрыс болмас па екен деді Шархан. Жоқ, мұндайда қапы кетіп қалуда ғажап емес. Сондықтан біртіндеп жекпе-жекке шықсын деді қыз. Бұл ақыл көңілге қонды. Үстіндегі сауыт киімдерін жөндеп қылышын жалаңаштай келген адамдардың алдынан шықты. Пайсалар түрі жоқ. Дегенде-ақ әлгі сардар айқаса кетті. Сескенетін Шархан жоқ, кәдімгі найзағайдай қылыш 2-3 рет шарт-шұрт, жалт-жұлт етті де көзді ашып жұмғанша қақ бөлініп шегі шұбатылып жатқан сардарды көрдік. Қыздың көз алдында жауы болса да Шарханның беделі аспанға бір-ақ шықты. Кеше күрескенде қыз мұны қайраты асқандықтан емес, өзінің сұлулық мысы басқандықтан жыққанына енді ғана көзі жетті. Қыз енді жасаққа жақындап, ау, сарбаздар, мына басшыларыңның кегін алмайсыңдар ма? Қанға қан, жанға жан қайда деді оларға жігер беріп. Сол-ақ екен, әлгі өлген сардардың інісі шыға келді. Анау мынауға бола қоятын емес, алпамсадай неме екен. Біраз шайқасқаннан кейін ағасының кейбін киіп серейіп бұлда жатты. Қыз шыдай алмай, тәңірім-ау, сендерге не болған? Мына достарыңның өшін алмайсыңдар ма деді айқайға басып. Енді аянатын дәнеге қалмады. Бірінен соң бірі жекпе-жекке шыға берді. Не пайда, бәрі баудай түсті, Шарханның шыдатар түрі жоқ. Әтесе мәдеп қағып тастайды. Сонымен 50-ден аса сарбаз бұл дүниеден қоштасып жатты. Ендігілері жеке шығуға беттей алмай, сәл тұрды да көзді ашып жұмғанша лап қойды. Нағыз қан майдан енді басталды да кетті. Шарханның ерлігіне қарап тұрғандар таңғалды. Ешқандай абыржудың нышаны жоқ, қимылына көз ілеспейді, оңынан келгенін оңға, солынан келгенін солға сілейтіп сала берді. Бәрі жайрап нағыз тізеден қан кештінің өзі болды. Қорғанда қалғандар бар ма тағы да деп дауыстады қыз. Күзетшілерден басқа тірі пенде жоқ деді қыздар. Қыз құшағын жайып Шарханды барып құшақтады. Майдан басылып бәрі жайғасқан соң Шархан қызбен бірге салтанат сарайына қарай кетті. Шіркеудің қағыс қуысына бас сауғалап қалған бірлі жарым сарбаздар да бар екен. Бұларды көргенде қыз Шарханды тастап тез жоғары шығып сауытын киіп, қолына кәдімгі үнді семсерін алып шыға келді. Қыз үстінде ақ сауыт. Алғашында не екеніне Шархан да түсінбей қалды. Аруақтардың атымен ант етем, Рум халқына жүзіқара атансам да қонағым үшін құрбан болуға даярмын деді. Қараса патша атынан келген 100 шақты сарбаздың 80-ін Шархан жер жастандырыпты. Қашып пысып аман қалғаны 20 шақты ғана. Осының бәріне куә болған қыз өзіндей адамның ерлігін басқалар да мақтан ете алады. Шынымен Құдай берген жігіт екенсің Шархан деді. Қылышының жүзіндегі қанды сүртіп жатып Шархан бұлай деді. Бұл шайқаста қаншама жау жайраттым, батырларын арыстанға шайнаттым. Өткенде олар қалай ғана шайқасқан, айтсын, оны қалың тобыр байқасқан. Арыстарын жер қаптырдым қандатып, шексіз дала қара жерін шаңдатып деді. Шархан бәйтіп бітіргенде қыз үстіндегі сауытын шешті, семсерін қайтарды, күлімсіреп жігітке жақындап сәл тізе бүгіп қолынан сүйді. Айналайын бекеш, бір сауал, неге сауыт киіп, семсеріңді жалаңдатып шыға келдің? Жаңағы тірі қалған сұмырайлардан сені қорғайын деп едім. Содан кейін қыз барлық күзетшілерін шақырып алды да, ал, кәне патша сарайының әскерлерін рұқсатымды алмай менің жайыма неге жібересіңдер деді. Уа, құзырымызға құлдық патшайым, патша төңірегінен келген өкіл болса сұраусыз жіберіңдер деп рұқсат беріп қойған өзіңіз емес пе? Оның үстіне марқұм сардардың өзі келді ғой. Содан кейін бізде не амал? Бұларың жалған. Сендердің арам ойларың мені масқаралап, қонағымды өлтіру болды деді. Содан соң барып Шарханға бәрінің басын алуды бұйырды. Шарханға ол қиын шаруа ма, шауып-шауып бастарын домалатып тастады. Қыз басқа дәйекшілеріне қарап, мұндайларға бұл аз әлі. Бұдан бұлай әлгіндей етем деген ойдан аулақ болады деді. Енді Шарханға бұрылып палуан қыз бұлай деді. Саған осы уақытқа дейін айтпай келген құпиям енді түсінікті болған шығар. Қазір жасырмай бәрін айтамын. Мен Рум патшасы Хардубаның қызымын, атым Әбриза.
Бағана Сардар айтқан зат ад-Давахи менің әжем болады. Әкемнің, былайынша айтқанда туған шешесі, ол өзі о баста қулық сұмдыққа шебер адам. Бәрін әкеме айтып жүрген сол екен, ал енді сен әкемнің ең жақын көретін адамдарын қырып салдың. Бұдан кейін ол кемпір алдымен менің көзімді жоюдың есебін табады. Оның үстіне менің олардан бөлініп мұсылмандарға іш тартқаным да белгілі болып қалды. Сондықтан ана қақпас жетпей тұрып мен бұл жерден тайып тұруым керек. Ол үшін мен саған қандай жақсылық жасадым, сен де маған сондай жақсылық жасап қол ұшын бер. Өйткені әкем екеуміздің жолдасуымызға себеп болған мына сен. Бұған дейін әкеммен арамызда тырнақтай алалық болған жоқты. Есіңде болсын, бәрі сенен, тек сенен басталды, деді қыз. Қыздың мына сөзіне Шарқан есі шыққанша қуанды. Ойда жоқта дегеніне жеткендей болды. Менің кеудемде жан барда саған тірі пенде бата алмайды. Ол жағынан қам жеме. Алланың атымен ант ішуге даярмын. Бірақ ата-анадан бірден қол үзіп кетуің өзіңе ауыр болмаса болғаны. Соған шыдай аласың ба? Шыдаймын. Екеуі ант су ішіп уәде байласты. Бір-бірінен айырылмасқа бекем бел буды. Жарайды, жүрегім орнына түсті. Бірақ саған қазір тағы бір шартым бар. Оның қандай шарт? Сен әскеріңді алып еліңе қайтасың. Мұның реті келе қояр ма екен бикеш? Менің әкем Омар Нұғман сенің әкеңмен соғысуға жіберді ғой. Өйткені сенің әкең өзіне көршілес елдің бар байлығын тонап алған. Соның ішінде дүние жүзінде өте сирек кездесетін 3 үлкен гауһар тас бар екен. Ол тастардың киелі қасиеттері өз алдына. Ол жайлы соғысатын дәнеңе жоқ. Сабаңа түс, сабыр ет. Бәрін бастан аяқ өзім түсіндірейін. Константинополь патшалығы мен біздің жауласуымыздың тарихы мынау. Біздің жылына бір рет болатын мейрамымыз бар. Оны шіркеу мейрамы дейді. Сол мейрам кезінде патшалықтағы зиялы қауым, кәдімгі ақсүйектер, ірі саудагерлердің қыздары мен әйелдері түгелдей жиналады. Осы шіркеу мейрамы табандаған 7 күн болады. Мен де солардың ішінде жүргем. Сол екі патшалық арасында жанжал туғаннан бері міне 7 жыл әкем маған сол мейрамға қатысуға тыйым салды. Қай жылы екені дәл қазір есімде жоқ, әйтеуір бір жылы әр елдің қыздары өздерінің орда сарайларынан айтылмыш мейрамға сол ескі дәстүрмен жиналсын. Келгендердің ішінде Константинополь патшасының да қызы бартын. Қыз болғанда қандай үріп ауызға салғандай сұлу еді. Аты Суфия болатын. Шіркеуде 6 күн болып 7-ші күні бәрі қайтты. Сол жерде Суфия мен еліме кемемен қайтам десін. Әне-міне дегенше арнаулы кемеде дайын болады. Өзінің төңірегіндегі қызметші дәйекшілер мен кемеге жайғасып желкендерін керіп тартып кетсін. Осылайша келе жатқанда қатты дауыл соғып, кеме бағытынан адасады. Тағдырдың жазуына шара бар ма, Камфар аралының үстінде қаруланған 500-дей әскері бар кемеге кезеді. Бәрі де франктер екен. Нөкер қыздар мен Суфия келе жатқан кемені көрісімен олар тарпа бас салады. Арада 1 сағат өтпей-ақ бұлардың кемесі, христиандар кемесінің жетегінде солардың аралына қарай тартады. Көп ұзамай желдің бағыты өзгереді. Дауыл көтеріледі. Кемелерді айдап апарып қайырға соғады. Желкендердің күл талқаны шығады. Сөйтіп сандалып жүргенде біздің адамдарға тап болады. Біздің адамдар аясын ба, кемелердің бар байлығын тонайды. Қолға түскен 40 қыздың ішінде патша қызы Суфия да бар екен. Қыздарды сол қалпында тұтқынға алып менің әкемнің алдына айдап әкелді. Таңдап отырып әкем одан 10 қыз алады. Ішінде Суфия да бар. Қалғанын өзінің көңілі жақындарына бөліп береді. Әлгі 10 қыздың 5-і басы Суфия етіп сенің әкеңе тарту етіп жіберген. Оған қоса мауыты, жібек, қырмызы, әйтеуір ұрумда шығатын бағалы кездемелерден де біразын жіберген. Әкең барлық тарту таралғыны қуана қабылдап, әлгі 5 тұтқын қыздан Афридун патшаның қызы Суфияны таңдап өзіне алады. Осы жылдың басында Суфияның әкесі менің әкеме хат жазыпты. Хаттағы кейбір сөзіне қағаздың қалай шыдағанын Тәңірім білсін. Әйтеуір айтпағаны жоқ.
қыр көрсетіп әбден балағаттаған. Есімде қалғаны бұдан 2 жыл бұрын франк қарақшылар мен баукеспелері тонаған менің кемеме сен шабуыл жасапсың. Ондағы менің туған қызым Суфиямен бірге 60-тан аса канизакты тұтқынға алыпсың. Содан бері маған бір ауыз сөз салып хабар да берген жоқсың. Басқа патшалардың алдында бетіме шіркеу бола ма деп күні бүгінгі дейін бір жанға бұл туралы тіс жарған жоқпын. Өйткені қызы сөйтіп масқара болыпты демесін деп үн шығармай шыдап келдім. Франкалардың әр аралда жүрген талай қарақшыларына хат жаздым. Олардың бәрі сенің қызыңды көрген жоқпыз, біз одан аманбыз деп антысу шет. Бірақ бір топ қарақшылардың қолынан Хардуб патшаның адамдары тартып алып кетіпті дегенді естігеніміз рас деп жауап жазыпты. Сөйтіп олар болған жайды жасырмай хабарлаған. Менің әкеме жазған сол хатында Афридун патша, егер менімен шынымен жауласқың келмесе, менің абырой атағымды сыйласаң, қызымды қорламай осы хатты алысымен өзіме қайтар. Жалғыз қыз ғана емес, қасындағы 60 қыздың бетіне шыбын қондырмай жібересің. Егер де бұл хатыма құлақ аспасаң, айтқанды тыңдағың келмесе, онда маған өкпелеме. Осы қисық қылық, арам пиғылың үшін менен жазаңды тартасың деп күш көрсетіпті. Осындай хатты алып оқып шыққан соң барып әкем қатты өкінді. Тым ағаттық жасағанын сонда барып түсінді. Сол қолға түскендердің ішінде Афридун патшаның қызы бар екенін білмей қалғанына қатты қайғырды. Білгенде сөз жоқ уақытында қайтаратын еді. Бұл әкеме жеңіл тиген жоқ. Тұйыққа тірелгендей не амалын табуды білмей көп дағдарды. Арада осынша уақыт өтіп кеткенде, баяғы тартуға жіберген қыздарды қайтар деп Омар Нұғманға талай хабар салды. Оның үстінде жуырда ғана Нұғман Суфия деген канизагынан балалы болды дегенді естігенбіз. Ол әрине кәдімгі Афридун патшаның қызы Суфия екендігінде сөз жоқ. Әрі ойлап бері ойлап келгенде бұл хаттың ар жағында үлкен қан төгіс жатқанына күмән болмады. Афридун патшаға хат жазудан басқа жол жоқ. Әкем ол кемеде патша қызының барын білмегені жайлы, ол кеме Афридундық екенін осы хат арқылы ғана біліп отырғанын айтып, антысу ұшып хабар жолдады. Көп қыздың ішінде патша қызы бар деген үш иықтаса ойында болмағанына кешірім сұрады. Ақырында Суфияны Омар Нұғманға қалай жібергенін, қазір содан Омар Нұғманның бала көріп отырғанын да жасырмай жазды. Әкемнің хатын алғанда Константинопольдің патшасы ашуға шыдамай тақ үстінде бір тұрып, бір отырып шашын жұлып айқайға басыпты. Менің қызымды тұтқынға алуға қалай дәті бар деген. Ол бейбақ кәдімгі канизактардай қолдан қолға өтті ғой. Ақырында бір патшаның некесіз әйеліне айналды. Бұл не деген сұмдық? Бүйтіп масқара болғанша өлгенім артық, Тәңірдің атымен, аруақтардың атымен ант етем қанды кегімді алмасам жер жұтсын мені. Бұл масқараны қанмен жуам. Басқа жол жоқ. Қарап тұрыңдар, бұл шайқас келешек ұрпақ аңыз ғып айтып жүретін шайқас болады деп зіркілдесін. Осылайша антысу ұшып сабасына түсті. Сенің әкеңді торға түсіру жолын ол көп ойлады. Әр түрлі айла шарғыны сарапқа салды. Ақырында Омар Нұғманға елші аттандырды. Жаңағы өзің айтқан жайдың бәрін елшісі арқылы сенің әкеңе жеткізді. Әскерін жинап сені бас етіп көмекке аттандырсын деді. Ондағы ойы әскеріңмен қоса сені тұтқынға алмақ. Әлгі айтып отырған үйректің жұмыртқасындай гауһар дегені қып-қызыл өтірік. Ондайды өзі де түсінде көрген жоқ. Суфияның бойындағы гауһар тастарды, оларды тұтқындап әкелген күні менің әкем сыпырып алып маған берген. Қазір бәрі де менің қолымда. Онша көз қызығатындай дүниелер емес. Онан да сен қазір әскеріне барып тезірек кейін қайтудың қамына кіріс. Рум мен Франк жеріне енді әрі қарай жүрмеңдер. Барған сайын қыспаққа түсе бересіңдер. Олар қақпанға бір түсіріп алса шаруаларың бітті дей бер. Олардың қолына түссеңдер ана дүниеден бір-ақ шығасыңдар. Ақыр заманның әкесін сонда көресіңдер. Қазір сенің әскерлерің 3 күндей тырп етпей орнында тұрғанын білем. Бірақ олар сені жоғалтып алып, енді неғыларын білмей дағдарыста отыр. Сондықтан тезірек әскеріне жет деді Әбриза. Мына сөздерден кейін Шархан есінен танып қалды.
Әлден соң өзіне өзі келіп Әбризаның қолынан сүйіп арқасынан қақты. Ең алдымен сенімен жолықтырған Аллаға мыңда бір шүкір. Тура ажалдан тек қана мен емес, бүкіл әскерімді құтқаруға себеп болып отырсың. Әрине, дәл қазір сенімен ажырасуда маған оңай болып тұрған жоқ. Менсіз қалғанда сенің тағдырың не болмақ? Оған да көзім жетіп, көңілім орнығып тұр дей алмаймын. Қазір сен әскеріне бар да еліңе бет алып тарта бер. Афридунның елшілері сендермен бірге болса, дереу тұтқынға ал. Қашан олардың негізгі мақсатын анықтағанша босатпа. Байқаймын, сендер өз жерлеріңнен өте ұзап кете қойған жоқсыңдар. 3 күннен кейін өлсем де сендерді қуып жетем. Бағдаттың қақпасының алдында кездесерміз. Ар жағында бәріміз бірге болармыз. Шархан аттана бергенде қыз тағы да екеуміздің арамызда уағда сол күйінде болсын. Ұмытпа деді де орнынан тұрып жігітті құшақтай аймалап, болар сағыныштың жалына су сепкендей жылап қоя берді. Сөйтіп тұрып мынадай бәйт оқыды. Қоштастым мен оң қолыммен сүртіп тұрып көз жасын, сол қолыммен құшақтадым деп ынтымақ тозбасын. Деп еді ол, ардан аттап қойдық білеме атты. Дедім оған, бәрі де оның кешірімді сияқты. Осылайша Әбриза мен Шархан қоштасып қорғаннан шықты. Атын дайындап тұр екен, мініп алды да көпірге қарай беттеді. Ұзамай көпірді тауып, одан өтіп шағын тоғайдың ішімен біраз жүрді. Тоғай шық бітті, жазық алаңға шыға бергенде алдынан 3 атты адамға көзі түсті. Бойы сәл тітіркеніп әлденеден секем алғандай болды. Қылышын жалаңаштап ыңғайлай берді. Атты үшеуде жақындап келеді. Бақса өздері екен. Шарханды танып олар қуанды, қауіпсінген 3 салт аттысы Дандан уәзір мен 2 әмір еді. Уәзір Шарханнан жоғалып кеткен себебін сұрады. Шархан еш нәрсе бүккен жоқ. Патшаның қызы Әбризамен қалай кездескенін, не болып, не қойғанып айтты. Әңгіме немен тыңғанын түгелдей баяндап шықты. Ақырында Алланың мұнысына да шүкір деді. Содан кейін Шархан, бұл жерден тезірек кету керек. Елшілер біздің жақын келіп қалғанымызды патшасына айтып та үлгірген шығар. Бізбен бірге келген елшілерді айтам. Мүмкін бізді аңдып келіп қалар. Қазір қоршауға алуы ғажап емес. Шархан бүкіл әскерге табанда жарлық таратуға бұйырды. Шегіне отырып мына жазықтан тезірек өту керек. Өйткені бұл ара ең қауіпті жер деді. Бұл екі арада елшілер де патшасына барып жағдайды баяндаған. Шарханның қанша әскермен қай жерде тұрғанын айтқан. Патша да әскерін дайындап бұларды қоршап, Шарханды құл етіп тұтқынға алуға бел буғанды. Шархан, Дандан уәзір, 2 әмірде әне-міне дегенше әскерлері тұрған жерге жетті. Кәне қозғалыңдар, елге беттеңдер деді. Сонымен бүкіл әскер күні-түні таңды таңға, күнді күнге ұрып жүріп отырып, 5-ші күн дегенде айнала орман бір жасыл алаңға кеп келікті. Шамалы осы жерге ат шалдырып, аз ғана демалуға мұршалды. Ұзамай қайтадан аттанды. Сонымен 25 күн дегенде барып ел шетіне жетті. Туған топыраққа табан тиген соң ақ жүректері орнына түсе бастады. Ес жиды. Шаршағандықтарын енді байқағандай болды. Келе жатқан жолдарындағы халық алдарынан тамақ, шарап алып шығып, аттарына да жем-шөп беріп, көңілдерін көтеріп отырды. Бір жерге келгенде 2 күндей ат шалдырып, өздері жақсылап демалды. Содан кейін барып әрі қозғалды. Жанына 100 жігіт алып Шархан осы жерде қалды. Әскерге Дандан уәзірді әмір етіп сайлады. Әскерді бастап ол кете берді. Олар кеткен соң бір күннен кейін Шархан жігіттермен бірге атқа қонды. 10 шақты шақырым жүрген соң алдарынан будақтаған шаң көрінді. Бұлар кілт тоқтады. Тұрған жерлері 2 таудың түйіскен бір тұсы тарқыспақ еді. Біраз уақыт өткен соң әлгі шаң жақындай берді де, аяқ астынан қабағынан қар жауған, кірпігіне мұз тұнған, мұздай темір құрсанған сызатты жауынгер шыға келді. Іркілместен Шарханға жақындай бере, Юхан ата мен Мариям ананың атымен ант етеміз. Міне, іздегеніміз енді табылды. Күнді күнге, түнді түнге ұрып дегенмен межелі жерге сендерден бұрын жеттік.
Аттарыңнан түсіп қару-жарақтарыңды бізге тапсырыңдар. Жан керек болса осыған көнесіңдер, бастарың өздеріне сауға деді. Мына сөзді естігенде Шарханның көзі қанталап, өңі қашып тұла бойы ашудан дуылдап қоя берді. Мына кәпірдің иттері не деп оттайды? Осы жерге келуге қалайша жүректерің дауалады? Бұл қай сандырақ? Өзің ажалыңа тап болып тұрғаныңды сеземсің. Бізге осынша күш көрсететін құдірет саған қайдан бітіп тұр? Шынымен ақ осы жерден тірі кетем деп тұрсыңдар ма, деді де қасында тұрған 100 сарбазға дауыстап, мына алдарында тұрған иттердің саны сендерден көп емес деп айқылышын жалаңдатып тұра ұмтылды. 100 сарбаз да дүрсе қоя берді. Бұлар да тайсалсынба қарсы шапты. Жасқанар сыңай франкаларда болған жоқ. Шетінен жүріп жұтқандар екен. Серісіне серісі, бөрісіне бөрісі сай екі жақ үн-түнсіз шайқасып жатыр. Кәдімгі қоян қолтық жан берде, жан алдың өзі. Кескілескен қанды қырғын. Басталғалы толас таппаған қанды шайқас күн батып қас қарайғанша созылды. Сонда барып екі жақта өз орындарына шегінді. Шархан жігіттерін түгендегенде небәрі 4-еуі ғана жеңіл жарақат алыпты. Мұндай шайқаста бұл үлкен олжа. Оллахи, талай майданды бастан кешіріп жүріп, дәл мұндай ер жүректермен кездесіп көрген жоқпын. Неткен өлермен беті қайтпайтын қайсар жандар еді. Шахзадам, сіз байқадыңыз ба, жоқ па білмеймін. Бұлардың ең мықтысы ана қолбасшысы франк жігіт екен. Оның найзасына пенде шақ келмес. Көзді ашып жұмғанша іліп түседі-ау, іліп түседі. Қарсы барғандарды елемеген болып жүре берді. Ал ол шынымен кірісіп кеткенде шетімізден қырып салатын еді. Оған күмәніңіз болмасын. Ғаламат жауынгер жан екен. Тек басқалардың шайқасын бақылап жүрді де қойды сабазың, деді бірі. Мұны естігенде Шарханның бойына аздаған қорқыныш ене бастады. Бірақ өзгелерге сездірмеуге тырысты. Ертеңнен бастап сап түзеп шығамыз. Бұлармен тек жекпе-жек қана айқасуға болады екен. Оларда 100 адам, бізде 100 адам. Сонда бірге бір. Аллаға сыйынып осылай бір көрейік, деді жігіттеріне. Осылай сөз байлап бәрі де ұйқыға кетті. Ал кәпірлерге келсек, олар да өзінің қолбасшысына келіп алып, бүгін ойдағыдай бұлармен шайқаса алмадық деп олар да реніш білдірді. Сонда қолбасшысы тұрып, ертең жаппай шабуылды қойып сап түзеп алып жекпе-жекке шығу керек, онсыз бұлардың бетін қайтара алмайсың, деді. Бұлардың да байламы осы болып ұйқыға кетісті. Басқасы ұйықтағанмен екі жақтың да күзетшілері кірпік қақпай аңдысып шықты. Сонымен таңда атты. Шархан өзі бастап бәрі де атқа қонды. Майдан алаңына келе жау жағы да сап түзеп дайын тұр екен. Шархан жігіттеріне қарап, жауларымыз бізден бұрын қамданып қалған екен. Көрдіңдер ой жігіттер. Ал топтарыңды бұзбай қарсы жүріңдер, деді. Солақ екен жау жағының жаршысы, бүгінгі шайқастың мәнісі былай болмақ. Сендер бір мықтыңды шығар, оған бізден біреу шығады, деді айқайлап. Ендігінің беті ашық, Шархан жақтан бір жігіт атын ойнатып шыға келді. Кәне, жүрегіңнің түгі бар, қайсың жекпе-жекке, жеке шық, су жүрегің әрі жүр, жауынгерің бері жүр. Кәне, қайдасыңдар? Айтып ауыз жұмғанша болған жоқ, астына кер төбел ат мінген ер тұрман да келісті. Үстінде алтын сауыты көздің жауын алған жап-жас жігіт бұған қарсы тұра ұмтылды. Келген бойымен жаңа ғана жар салып лепіріп тұрған жігітімізбен айқаса кетті. Біресе семсер салысып, біресе найза қағысып қиғылықты салсын келіп. О жақ, бұ жағы бір сағатқа жетпей-ақ жігітімізді найзамен аттан аударып түсірді де масқарасын шығарып бүкіл жұрттың көзінше тұтқынға алып жүре берді. Олардың адамдары қуанғаннан шулап қоя берді. Әлгі жас жігіт майдан даласынан шыққанша олар жағынан екіншісі ат ойнатып шыға келді. Бұған қарсы мұсылмандар жағынан жаңағы тұтқында кеткен жігіттің туған інісі шықты. Ұзамай екеуі айқаса кетті. Бұл жолғы шайқас көпке ұзамады. Кәпір жағының жігіті әне-міне дегенше болмады, жігітімізді айналдырып жүріп найзасының сабымен ұрып аттан ұшырып түсірді де оны да тұтқынға алды. Қысқасы, бірінен соң бірі шыққан мұсылмандарды шыдататын емес.
Жеңіске жеткен бірі болсайшы. Шайқас күн ұясына отырғанша созылды. Жекпе-жекке шыққан 20 жігіттің бәрі де тұтқын болып кете барды. Шарқанның мазасы кете бастады. Жігіттерін жинап алып біздерді соншама не қара басты. Ертең алдымен майданға өзім шығам. Жекпе-жекке тек қолбасшысын шақырам, оның бізді өкшелей қуып, өз жерімізде өзімізді масқара қылатындай қандай құдіреті бар екен, алдымен соны біліп бастарың аманда тайып тұрыңдар деймін. Оған көнбесе ар жағын шайқас қана шешеді. Мұны қояйық деп мәмлеге келетін болса татуласып тарқармыз деді. Сонымен осылайша бір түнді бастарынан өткізді. Алланың әмірімен таңда атты. Екі жақтың да әскерлері атқа қонған сап түзеп майдан шебіне келе жатты. Шарқан жекпе-жекке өзі ыңғайланып шыға беріп еді. Кәпірлер жағының бір топ атты алдарына біреуді өңгіріп майдан алаңына шыға берді. Сөйтіп майдан алаңының қақ ортасына келіп тұрды. Бұларды бастап келген батырына Шарқан зер сала қарады. Үстіне жасыл атластан жейде киген жап-жас жігіт бұлардың қолбасшысы екен. Жігіт сымбатында мін жоқ. Астындағы күрең қара ұшығынан айналып ауыздығымен алысады. Жасыл жейденің жоғарғы жағы кәдімгі шөже көз болат сауыт, қолда қан аңсап жалаңдаған 200-ді семсер жас жігіттің иегінде сақал мұрт дегеннен нышан жоқ. Шарқанды көрісімен бір тебініп тобынан суырылып қарсы шыға келді де, бұларға қарап тап-таза араб тілінде: Омар Нұғманның баласы Шарқан мырза. Бұдан бұрын сен алмаған қамал жоқ, сен талқандамаған шаһар жоқ. Енді бүгін өзіңмен тең түсетін адаммен шайқасып көр. Сен өз әулетіңнің атақтысы болсаң, мен де өз әулетімнің атақтысымын. Қайсымыз жеңілсек, әскеріміз жеңгеннің соңында тұтқын болып жүре берсін. Уәде осы болсын. Кәне келе бер жекпе-жекке деді. Бұл сөзін аяқтағанша ашу буған Шарқан шыдамай арыстанша атыла ұмтылып жаумен шайқаса кетті. Сескенетін кәпір жоқ. Мұндайдың талайын көргендей аспай-саспай қарсы алды. Талай шайқаста шыныққаны әрбір қимылынан көрініп тұр. Оңайлықпен алдыра қоятын сыңай жоқ. Беттесе келіп бірін-бірі ала алмай әрі ырғасып, бері ырғасып тұрады да шегініп кетіп қайта келіп айқасады. Екеуінің найзагерлігі де шамалас екен. Көпке дейін болар емес. Аянып жүрген еш қайсысы жоқ. Кәдімгі екі тау соғысып түйе толқын тебіскендей арсы-күрсі аяқталар емес. Шайқас бір сәт толас таппай сол күн орнына отырғанша созылды. Қас қарайып көз байланғанда барып ақыр жеңісе алмай екеуі де өз топтарына келіп қосылды. Шарқан өз жігіттеріне келген соң, мен осы уақытқа дейін дәл мұндай адаммен жекпе-жекке келген жоқ шығармын. Бір ғажабы өзінің жауының осал жерін көріп қалса да, соны әдейі аңғармаған кісіше басқаша қимылдайды. Енді найзаның ұшына іліндім-ау дегенде жай ғана сабымен қағып өте шығады. Мұндайды бірінші рет көріп тұрмын. Бұл жағына түсіне алмай-ақ қойдым. Қысқасы екеуміздің шайқасымыздың немен бітетінін қайдам, бірақ біздің жігіттер де дәл осылардай болса арман жоқ қой, деді. Шарқан қатты ұйқыға кеткен екен, кештеу тұрды. Кәпірдің батыры әлдеқашан майдан алаңының ортасына келіп мұны күтіп тығышып тұр екен. Әне-міне дегенше Шарқан да жетті, айқас басталып кетті. Қимылдары кешегіден қызу да қатты болғанмен тағы да аяқталмай қалды. Жұрт біткеннің екі көзі осыларда. Шайқаста да мін жоқ. Не пайда бірін-бірі ала алмай-ақ қойды. Сонымен күн бата шайқас тоқтап өз орындарына қайтып барды. Әрқайсысы өз әскерлеріне болған істерін баяндап жатыр. Кәпірдің қолбасшысы жігіттеріне: майдан түйіні ертең шешіледі деді. Түнімен ұйқылары қанған соң таң ата екі батырымыз аттарына мініп қару-жарақтарын сайлап алып шайқасты тағы да бастады. Шаңқай түске дейін бірін-бірі ала алмады. Сол кезде кәпір жағының батыры қулыққа басты. Тебіне ұмтылып тізгінін іркіп қалғанда аты сүрініп кетіп өзі ұшып түсті. Ұзатпай шаруасын бітіре қояйын деп Шарқан төне келіп қылышын көтере берген еді. Сол кезде кәпірдің батыры: Шарқан бұл ерлікке жатпайды. Жығылғанға қару жұмсау жеңілген адамның әйелге күш көрсеткенімен бірдей, деді айғайлап. Мұны естіген Шарқан жығылып жатқан кәпірдің батырына анықтап қараса, баяғы шіркеуде өзімен талай хикаяны басынан кешкен Әбриза қыз болып шықты.
Сол-ақ екен қылышы қолынан түсіп кетті. Қызға сол жерде тағзым етіп, сенің бұл қай қылығың деді. Сені майданда бір сынап көрейін деп едім. Қайратыңның қаншаға шыдарын байқау еді. Мына менің әскерімнің бәрі өзімнің нөкер қыздарым. 12-де бір гүлі ашылмаған ақ жұмыртқа, сары уыздар. Сенің жауынгерлеріңнен кем түспегенін өзің көрдің. Әттең атым сүрініп кетпегенде менің қайратыма өзің де тәнті болар едің. Құдайдың сақтағанына мыңда бір шүкір. Өзіңмен дидарласу маған да үлкен ғанибет деді Шархан күлімсірей. Әбриза қыздарын шақырды. Кешеден бері тұтқынға алынған 20 жігітті босатып жіберуді бұйырды. Қыздар ханшаның бұйрығын қас қаққанша орындап, бұл екеуінің алдына келіп тағзым етіп иіліп тұрды. Сіздей адамды патшалардың өзі көзінің қарашығындай сақтау керек қой. Бастарына қиындық түскенде құтқаратында өзіңдей адамдар деді де жігіттеріне ханшаға келіп тағзым етуге бұйырды. Бәрі де бір кісідей жапырласа келіп ханшаның аяғына жығылып тәуіп етті. Істің мән-жайын бұлар да түсінген тәрізді. Содан кейін 200 сарбаз атқа қонып таңды таңға ұрып 6 күн дегенде өздерінің елдеріне жақындады. Әбризаның қыздарына да үстеріндегі франк киімдерін ауыстыруды бұйырды. Осы кезде таңды атып патша да ұйқыға кетті. Алдияр патшам. Шархан Әбриза мен оның жанындағы нөкер қыздарына бұрынғы киімдерін ауыстырып руша киінуді бұйырды. Әне-міне дегенше бәрі де жаңаша киініп шыға келді. Шархан Бағдаттағы Омар ибн Нұғманға Рум патшасы Хардубаның қызы Әбризамен келе жатқанын хабарлауға бір топ шапқыншы аттандырды. Дәрежеге сай салтанатпен қарсы алуға алдын ала кісілер жіберілуін ескертті. Шархан, Әбриза да әрқайсысы өз адамдарымен абыр-сабыр аттарынан түсіп осы жерге орналасып түнеп шықты. Тәңірдің таңы атысымен Шархан әскері де, Әбриза әскері де атқа қонып дүрмек-дүрмегімен шаһарды бетке алып тартып келеді. Ұзамай Омар ибн Нұғманның пәрменімен мың қаралы салт аттыны бастап келе жатқан дандан уәзір көрінеді. Жақындай бере бәрі де аттарынан түсіп, қол қусырып бастары жерге жеткенше тағзым етіп, аман саулықтан кейін бәрі де аттарына мініп мол шеру, қошемет қолпашпен шаһарға енді. Еш жерге аялдамастан патша сарайына ат басын бір-ақ тіреді. Шархан алдымен әкесіне барды. Ол орнынан тұрып төс қағысып амандасқаннан кейін жай жапсарды сұрады. Шархан өз басынан өткендермен, Әбризамен қалай кездескенін, қыздың бұған не айтқанын, ақырында қыздың ел жұртын тастап әкесіне де қарамай өзімен бірге келгенін баяндап шықты. Мұндағы сыр мынадай. Рум патшасының бұдан бұрынғы сізге жіберген тарту таралғысымен келген қыздардың ішінде Афридун патшаның қызы Суфия да бар екен. Ол баста Суфияның Константинополь патшасының қызы екенін Хардуба патша білмей қалыпты. Менің қызымды қайтар, болмаса соғыс ашамын деп Хардубаны қорқытып хат жазады. Қызым менің қол астымда жоқ. Әлдеқашаннан бері Омар ибн Нұғманның үйінде. Сенің қызың екенін білмей қалғаным рас деп жауап жібереді Хардуба. Содан кейін Афридун қулыққа басады. Сенен көмек сұраған болып бүкіл әскеріңді барған жерінде бейғам отырғанда қолға түсіріп алдымен қызы үшін бізді құртпақ екен. Әбриза болмағанда бұл күнде барымыздан айырылып өлгеніміз өліп, тіріміз тұтқындалып шаруамыздың шаңы шығады екен. Мен мұндай жау жүріп батыр қызды бұрын соңды көрген жоқпын. Ақылына қайраты, қайратына парасаты мұнша сай келер ме деді Шархан тамсанып. Әкесінің алдында қызбен болған жекпе-жек шайқас, қиян-кескі күрес, арбасу, алысу, сырласу, сыйласудың түгін қалдырмай айтып берді. Мұның бәрін естігенде патшаның көз алдына Әбризаның алып тұлғасы елестеп қашан дидарласқанша асықты. Ендігісін Әбризаның өз аузынан естейін деді патша. Шархан шығып кетті. Әбризаға келіп патша шақырып жатыр деді. Қыз патша талабына бас иіп дидарласуды мақұл көрді. Шархан қызды қолынан жетектеп тақ үстінде отырған патшаның алдына алып келді. Патша төңірегінде отырған дастарқандас жақсы жайсаңдардың бәріне сыртқа шығуға ишарат етті. Тек азбан құлдар ғана қалды. Қыз иіліп тағзым етіп шалғайынан тәуіп етті. Содан кейін барып сыпайы тіл қатты.
Саф алтындай сараланған сөздері патшаны таң етті. Патша бұл қыздың өз баласы Шарқанға жасаған жақсылықтарына шын пейілден рахметін айтты. Содан қызға жайғасып отыр дегендей белгі берді. Қызы отыра беріп бет пердесін ашқанда, бұрын соңды көрмеген перизат ажарынан патша ақылынан адасып барып қайта сабасына түсті. Енді өзіне бұрынғыдан да жақынырақ отырғызды. Әне-міне дегенше қыз жайғасар арнайы сарайда атап, нөкер қыздарын белгіледі. Өзіне де күтуші қыздарына да мол сыйлықтар тартты. Енді баяғы 3 дана қымбат тастардың жағдайын сұрады. Көкейде жүрген көп сыр сонда екенін айтты. Олардың бәрі менде, деді Әбриза. Сөйтті де орнынан тұрып өзінің дүниеліктерін жайғастырған үйден алтын қобдишаны алып келіп патшаның көзінше ашты да ішінен 3 дана асыл тасты алып патшаның қолына беріп өзі шығып кетті. Жай кетпеді, елжіреп еңсесі түсіп отырған патша жүрегінде ала кетті. Қыз кетісімен баласына кісі жіберді. Шарқан келді. Патша әлгі 3 тастың бірін баласына берді. Шарқан қалған екеуін сұрап еді. Ау балам ау, біреуін өзіңнің бауырың Дау Алмақанға бердім. Біреуін қарындасың Нұзхат аз-Заманға бердім, деді патша. Қарындасының барын білгенмен інісі туралы естіп тұрғаны бірінші рет еді. Шыдамай, алдияр патшам, сіздің мен басқа да ұлыңыз бар ма еді, деді. Бар болғанда қандай, ініңнің аты Дау Алмақан, қарындасыңның аты Нұзхат аз-Заман, екеуі бір күнде туған, егіз, деді патша. Мұны есту Шарқанға қаншама ауыр болғанмен сыр бермеуге тырысып, Алланың мұнысына да шүкір, деді селсоқ. Сосын әлгі қолындағы тасты тастай салды да етек жеңін қағып сілкіп жайғасып отырды. Бұл қай қылығың, туыстарың бар дегенге шамданып тұрмысың? Менен кейін осы патшалықты сен билейсің, мен бүкіл әскер атаулыға саған ғана бағынуға, өзіммен кейінгі әкімдердің бәрінен саған құлдық ұрамыз деген антын да алып қаттап қойдым. Одан артық не керек саған? Мына 3 тастың біреуі сенікі, ие бол балам, деді. Шарқан ұялғаннан жерге қарады. Әкесімен енді дауласудың реті жоқтығын түсінді. Әлгі тасты қайтадан қолына алып орнынан тұрды. Алқымдап келіп қалған ашуды енді қайда қоймақ? Алды артына қарамай тұп-тура Әбриза сарайынан бір-ақ шықты. Әбриза мұны көрісімен орнынан атып тұрып қарсы алды. Патшамен дидарластырған үшін бұған да рахмет айтып, әкесі екеуіне бақыт, береке тілеп, Шарқанды өзінің қасына әкеп отырғызды. Жайғасқаннан кейін шахзаданың жүзінен әлі қайтпаған ашу-ызаның табын бірден байқады. Жай жапсарды сұраудан басқа не қалды? Шарқан жасырған жоқ. Әкесінің Суфиядан 2 баласы бар екен. Қыздың аты Нұзхат аз-Заманда, ұлдың аты Дау Алмақан, екеуі бір күнде туған егіз. Бұлардың жарық дүниеде бар екенін бұрын білмепті. Сол екеуіне әлгі асыл тастың 2-ін беріпті. Біреуі өзімде. Сонымен биыл 6-ға шыққан інім мен қарындасымның барын бүгін біліп отырмын. Осы уақытқа дейін оларды менен жасырып келгеніне таң қалдым. Мұндайда келмеген ашу қашан келеді? Сен байқаған ашудың ата-тегі осы. Болған жайдың бірін бүгіп қалсам мені де Құдай табар. Жарайды, ол жағын қойшы. Менің қорқынышым басқада. Әкемнің аңсары саған ауып отыр. Сені алмай тынатын түрі жоқ. Бұған не айтасың, деді. Шарқан, есіңде болсын, мен сенің әкеңнің қол астындағы адам емеспін. Сондықтан оның әкімі маған жүрмейді. Маған үйлену үшін алдымен менің ризалығым болу шарт. Зорлап алам десе мен өзімді өзім өлтіріп тынам. Ал енді әлгі 3 тас туралы оны балаларына үлестіріп береді деген түсіме кірмеген дүние. Басын бұзбай өз қазынасында сақтайды деп ойлағанмын. Мұнысы қай жомарттығы екенін өзі біледі. Өз басыңнан бір өтініш, әкең еншіме берген тасты маған сыйға тарт. Шарқан бір ауыз сөзге келген жоқ, бере салды. Енді ештеңеден саспа, деді қыз Шарқанды жұбатып, менің жауым сенің әкең тарапынан емес. Менің осында екенімді менің әкем білсе, Афридунмен тіл табысып Суфияны да құтқарамыз деген желеумен шеру тартып, 2 жақтың әскері тізе қосып осында келіп майдан ашама деп қорқамын. Айналайын бекем,
өзің осында қалуға беліңді бекем бусаң басқасынан қорықпа. Біздегісі түгіл судағысы жабылса да қолдарынан түк келмейді. Оның бір-ақ жолы бар. Егер сендер шынымен достық ақ пейілмен қарасаңдар қалам. Ал сәл ғана салқындық сезсем болды, тайып тұрам. Әбриза күтуші қыздарына тамақ келтіріңдер, деп бұйырды. Ұзамай дастархан жайылды. Шарқан аздап ауқат алды да сол көңілсіз күйінде өз жайына кетті. Әлқисса, Шарқанның халі осылай болса, енді әкесіне келейік. Омар ибн Нұғман баласы шығып кеткен соң, қолында қалған 2 тасты алып Канизаға Суфияның үстіне кіріп барды. Суфия атып тұрып қашан патша жайғасқанша қайта отырған жоқ. Патшаға балалары Дауал-Мақан мен Нұзғат аз заман келді. Балаларын аймалап беттерінен сүйді, мойындарына келген тастарын ілді. Бұл екеуі мәз-мәйрам болып әкелерінің қолын сүйіп, аяғына жығылып тәуіп етті. Содан кейін екеуі де анасына келіп мақтанды. Суфия да риза болып патшаға ұзақ та бақытты ғұмыр тіледі. Содан кейін барып патша, сен күні бүгінгі дейін өзіңнің Константинопольдің патшасы, Афридунның қызы екеніңді неге менен жасырып келдің? Оны білгенде жай жабдығың да, өзгеге қарағанда орның да ерекше, саған деген ықылас ынтам да басқаша болар еді деді. Мұны естіген Суфия, мәртебелі патшам, маған осыдан артық не керек? Сіздің мейіріміңізден артық маған байлық бар ма? Бәрі де жетіп жатқан жоқ па? Оның үстіне Аллаға шүкір өзіңізден бір ұл, бір қыз көрдім деді. Бұл сөздер Омар ибн Нұғманның жанына майдай жақты. Одан шыққан соң патша Суфия мен балаларын тамаша сарайға көшіріп жаңадан сақшы, дәйекшілер, күтушілер белгіледі. Сол сарайда қызмет ететін қази, ғұлама, тәуіп дәрігер, жұлдызшы балгерлер тағайындады. Олардың бәрінен ішіп жем, киім-кешек, мал-мүлікті аяған жоқ. Өзгеше ықылас пейіл танытты. Содан кейін ордасына барып, өз шаруасына кірісіп кетті. Сонымен Суфия балаларымен бұрын соңды көрмеген құрметке бөленді. Ал енді Омар ибн Нұғман мен патша қызы Әбризаның жағдайына келсек, патшаның ынта ықыласы ауғаны, сонша күндіз түні ойлайтыны сол ұйқыдан да қалды. Құдайдың құтты күні кешін Әбризаның жайында өткізеді. Әңгіме дүкен құрады. Жобалап ниетінде сездірген болады. Оған ыңғай беріп жатқан қыз жоқ. Бар айтатыны, заманымыздың ұлы патшасы, менің қазір еркек атаулыға зауқым жоқ деумен тынады. Әбризадан жылы шырай көрмеген сайын, патшамыз ынтыға түсті. Күн санап берекесі қашып күрсінуі көбейді. Әбден болмаған соң уәзірі Данданды шақыртты. Хардуба патшаның қызы Әбризаға деген шексіз махаббатын баяндады. Қыз көнбей жүргенін жасырған жоқ. Сөздің аяғы бұған қандай ақыл кеңес айтасынға келді. Патша жағдайын тыңдап болған соң Дандан уәзір былай деді. Кешке таман бір мысқалдай апиын алда қызға бар. Жайғасып отырған соң аздап шарап ішіңдер. Әңгімелерің бітіп дастархан жиналар алдында тағы бір алып жіберейік деп байқатпай апиынды қыздың ыдысына салып жібер. Ішкізбей қойма, содан кейін ол төсегіне жетем дегенше апиын да бойына жайылады. Ар жағындағы шаруа белгілі, құлқыныңның құртын қайырып қайтасың. Менің берер кеңесім осы. Мынауың табылған ақыл деді патша масаттанып. Содан кейін патша өзінің қоймасында сақтаулы тұрған апиынның бір мысқалын алды. Адам түгілі мұны бір ескі емпілдің өзі келер жылға дейін ұйқысынан оянбайтыны ақиқат. Мұны қалтаға салып алды. Қас қарая Әбризаның сарайына кіріп барды. Қыз орнынан ұшып тұрды. Патша отыра бер дегендей ишарат білдірді. Қыз отырғанда оның жанына барып өзі жайғасты. Патша әңгімені шараптан бастады. Қыз дастархан жайып шараптардың неше түрін алдырды. Шам жақты. Әр түрлі тәтті тағамдар қойды. Жемістердің де неше атасы келіп қалды. Іше бастағаннан ақ патша әңгімеге кірісіп кетті. Әне-міне дегенше шарап басқа шауып, Әбриза балқи бастады. Осыны сезген патша көзді ала беріп әлгі келген апиынды шөлмекке салып жіберіп, толтыра шарап құйды да қызға ұсынды. Апиын салмай тұрғанда осы тіспен өзі де толтырып тартып жіберген.
оның бұл ыдысқа жаңа не салғанын қыз байқаған жоқ. Сенің дос пейілің үшін, деді патша шарапты беріп жатып. Қыз кідірген жоқ, қағып салды. О жақ, бұ жағы бір сағат болмай Әбриза есінен танып қалды. Патша жақындай берді. Шалқасынан жатқан қыз іш киімінде шешіп тастаған екен, көйлегінің етегі де түрулі. Қыздың бас жағындағы шам мен аяқ жағындағы шамның сәулесімен екі бұтының арасы анық көрініп жатты. Әріге шыдауға патшаның шамасы келмеді. Сайтанның сыбыры делебесін қоздырып киімін шешті де қыздың үстіне қонды. Әп-сәтте қыз қымбатының тас талқанын шығарды. Нәпсісі тояттаған соң орнынан тұрып Әбризаның күтушісінің бірі Маржан деген кәнизекке барып бекеңмен сөйлес деді де шығып жүре берді. Маржан шалқасынан қанға боялып жатқан Әбризаның үстінен шықты. Қыздың өз орамалдарынан алып қанын сүртіп таң атқанша жанында жатты. Таң да атты. Маржан оның беті қолын жуып, аузын шайдырып, иіс сулар сеуіп бәйек боп жүр. Енді ғана есін жиып есінеп беріп түшкіріп қалғанда аузынан түймедей апиын атып түсті. Содан кейін Әбриза бетін қайтадан жуып, аузы басын шайды да Маржанға қарап, маған не болған, шыныңды айтшы деді. Болған жайды Маржан жасырған жоқ. Сонда барып Омар ибн Нұғман патшаның қулығын асырып, сұмдығын жасап, өзімен түнеп кеткенін бірақ білді. Орны толмасы өкініш, ойда жоқта опық жеген Әбриза күтуші әйелге, бүгіннен бастап менің үстіме тірі пенде жіберме. Сұрағандарға ауырып жатыр деңдер. Алла тағала басыма не салса да көріп алам да, деді күйініп. Әбриза ауырып жатыр деген хабар Омар ибн Нұғман патшаға жетті. Оған шай қант, ішіп жем, дәрі-дәрмек жіберіп тұрды. Тірі пендемен дидарласпай патша қызы бірнеше ай ешкімге есік ашпай жатты. Уақыт өткен сайын патшаның да бұған көңілі суи бастады. Алғашқы күннен кейін Әбризаға жуған жоқ. Қыз бойына піна пайда болғанды. Күннен күнге денесі ауырлап, іші үлкейген сайын дүние тарыла бастады. Бір күні отырып Маржанға жұрттан көретін дәнеңесі жоқ. Атанамды, кіндік кесіп кір жуған мекенімді тастап кеткеннен тапқан қарғысым. Қайратым қашып, жігерім құм болды. Сағым сынды, бағым қайтты. Өмір дегенің маған жиіркенішті. Бұрын ауыздығымен алысқан аттың құлағында ойнаған басым, енді одан да қалдым. Бұл жерде босансам осы сарай төңірегіндегі канизактарға дейін күлкі болам. Патша мұның абыройын алдап алған деп ертең бәрі шу ете қалады. Ал енді елге қайтсам әке шешемнің бетіне не деп қараймын? Бұдан артық масқараны кім көріпті? Мұндайды шайыр былай деуші еді. Туыс туған, жақыным жоқ, отаным жоқ бұл атаң, сырласым жоқ, өзімді өзім қалай ғана жұбатам. Қалағаныңыз болсын, мен бәріне де дайынмын, деді Маржан. Сенен басқа адам білмесе, әке шешеме қазір кетуге даярмын. Бірақ ел көзіне түспей қалай шығарсың? Қанша ренжісе де мен олардың ішінен шыққан шұбар жыламын, амалсыз басымнан сипайды ғой. Алла не бұйырса соны көрсем де, деді қамығып. Айтқаның келсін, тамаша, деді Маржан. Сол-ақ екен, бұлар ешкімге сездірмей бірнеше күн дайындалды. Енді патшаның аңға шығуын, Шарқанның қорғандарды аралауға кететін күндерін күтті. Ол да таяп қалды. Сосын Маржанға, бүгін түнде шығып кетсек жақсы болар еді, бұл тағдырға не шараң бар? Менің айы күнім таяп қалған сияқты. Әрі кеткенде 4-5 күнде туып қалам ба деп қорқам. Бұл жерде босансам елге аттан алмай қалам. Менің пешенемдегі жазудың түрі осы деп сәл ойланып отырды да Маржанға, әрі серік, әрі қолғабысы тиетін бір сенімді адам табу керек. Дәл қазір менің қару-жарақ ұстауға қауқарым жоқ. Құдай ақына бекем, бұған Әл-Ғабдан деген қара құлдан ыңғайлы адам табылмас. Ол өзі Омар ибн Нұғманның құлдарының ең мықтысы. Қайратына ерлігі сай, қақпа күзетіне оны тегін қойған жоқ қой. Біздің дарбазаның алдына патша әдейі соны тағайындаған. Ол құлдың бізден көрген жақсылығы аз емес. Бір кезде жолбасар қарақшы болғанмын деп мақтанған маған, айтқанымызға көнсе, одан сенімді ешкім болмайды. Аман сау елге жетуімізге күмән жоқ. Қазір барып сонымен сөйлесейін.
Жағдайды түсіндірейін. Бізбен бірге жүріп сол жақта қалғың келсе қалаған қызыңа үйлендіреміз. Ақша, мүлік дегенді сенен аямаймыз. О жағын бүгіннен бастап береміз дейін, деді Маржан құлшынып. Қазір маған шақырып келе ғой, ақылдасайық. Маржан қуана шығып кетті. Сол бойымен құлға барып сүйінші сұраған адамдай, егер сен менің бикемнің айтқанына көнсең құдайың берейін деп тұр. Шаш етектен олжаға тап боласың деп қолынан жетектеп Әл-Ғабданды Әбриза қалып келді. Ғабдан тағзым етіп қыздың қолынан сүйді. Мұны көргенде Әбризаның жүрегі мұздап қоя берді. Сасқанда сайтанмен де сапарлас боласың, деді ішінен. Қаншама жаны түршігіп, жүрегі шошып тұрса да амалы қанша айтуға тура келді. Ал Ғабдан тағдырымыз таразыға түсіп тұрғанда қол ұшын беруге қалайсың? Қазір бар сырымды алдыңа ашып салсам, шашау шығармай сақтауға бармысың, деді. Құлдың Әбризаға көзі түсуі-ақ мұң екен, елжіреп қоя берді. Қыз көркі бұл сорлыны жаулап алды. Мәртебелі мәликем, отқа айдасаңыз отқа, суға айдасаң суға дайымын. Ерік өзіңізде, деуге ғана шамасы келді. Менің айтайын дегенім мынау. Болға жүк артар, түйелер дайындасаң. Патшаның аттарынан жараулы екі ат алсаң, оған ақша, азын аулақ азық-түлік артсақ. Мені мына күтушімді ертіп аласың да біздің елге тартасың. Барғасын менің елімде қалам десең, қалаған қызыңа өзім үйлендірем. Өз еліңді аңсасаң оныңда болады. Онда да менің кәнизактарымнан қалағаныңды алып кетесің. Өміріне жететін ақша қаражат және аласың, деді Әбриза. Құлдың қуанышында шек жоқ. Мәртебелі мәликем, екі көзім жұмылғанша құлдығында боламын. Сіздермен қазір кетуге дайынмын. Ал енді көліктерді әзірлей берейін, деді де алды артына қарамай тұра жөнелді. Кетіп бара жатып дегеніме жеттім деген осы. Осылай бір бас идірсем деп едім, ол да болды. Бұдан былай айтқаныма көнбесе жолай өлтіре салам да ақшаларын алып тайып берем, деді өзіне өз ішінен. Бұл сұмдық ойын ешкімге сездірмеуге тырысты. Әнеміне дегенше бәрін дайындап оралды. Екі түйе, екі атты, үшінші атта өзі отыр, жетектеп келіпті. Бір атты Әбризаның алдына тартты. Екіншісіне Маржан мінді. Сол-ақ екен, Әбризаның толғағы басталсын. Әл-Ғабдан күн-түн демей тартып келеді. Әбризаның еліне бас аяғы бір күндік жол қалғанда толғақ шыдатпады. Әбден жаны қысылған әйел Әл-Ғабданға: мені аттан түсіріңдер, келіп қалды, деді қиналып. Содан кейін: тез бері кел, етегіме енші, тезірек қабылда сәбит, деді Маржанға жан даусы шығып. Бәрі де аттарынан жалма-жан түсті. Жанның қысылғаны сонша Әбриза бір сәт бүкіл әлемнен қол үзіп кеткендей болды. Әбриза жерге түскенде сайтан азғырған Әл-Ғабдан қылышын жалаңаштап алып көзі қарауытып: уа, мәртебелі мәликем, маған да мейірімің түссін де, менің де жақындасқым келіп тұр демесі бар ма? Талай патша, шахзадаға менсінбей қараған басым, енді құлға етегімді түргізуім қалды ма, деді жан даусы шығып. Әңгіме осы тұсқа келгенде таң да атты, бұлар да төсектеріне жатты. Жалғасы бар.